Ата-анаң сенің өмірге келген алғашқы тірегің, ең шынайы сүйенішің. Олар сен үшін жанын да, тәнін де аямайтын асыл қазынаң. Ата-ананың қадірін тірісінде біл, себебі олардың мейірімін ешкім де ештеңе де алмастыра алмайды. Дүниеде ата-ананың ақ ниеті мен адал махаббатындай қасиетті нәрсе жоқ. Олар саған өмір сыйлап қана қоймай, саған шынайы өмір сүруді, жақсы адам болуды үйретеді. Ата-анаңды ренжітпе, себебі олардың жүрегінің әрбір ауырған соғысында сенің тағдырыңның сызығы өзгереді. Ата-анаң сені дүниеге әкелген ғана емес, сенің әрбір қадамыңа тілекші, әрбір жетістігіңе қуанышты, әрбір қайғыңа мұңдас жан. Сол асыл жүректі қадірлеу ең үлкен парызың, өмірлік борышың. Ата-ананың алдында өзіңді әрдайым кішкентай баладай сезін, өйткені олардың саған деген махаббаты ешқашан ескермейді, ешқашан азаймайды. Сол махаббатқа лайық болу адамдықтың шыңы. Өмірде ата-анаңның разылығын алу барлық жетістіктер мен бақ-берекенің бастауы. Олар сен үшін дұға жасаса, тағдырың гүлдейді. Ал олардың назасы түссе, барлық байлығың да, даңқың да тас-талқан болады. Ата-ана асыл қазынам, ақ сүт берген аяулы анам. Әкем берген өмір сабағы, тіршілікте тұтқан шамым. Қадірін біл тірі кезде, жылы сөзі жанға дәру. Түсінесің кеш болғанда, жоқты іздеп жанды әрлі. Анаң күннің шуағы, әкең биік тұғырың. Екеуінің дұғасы бақытқа ашар құлпың. Өкпелетпе, сөз айтпа, көңілдерін қалдырма. Ата-ананың разылығы жолыңды ашар әр таңда. Ата-ана адам баласының алғашқы ұстазы, өмір бойғы шынайы қолдаушысы. Олар сенің әр қуанышыңды өз қуанышындай, әр қайғыңды өз жүрегінің жарасындай қабылдайды. Сондықтан олардың үмітін ақтау өмірдегі ең үлкен жеңіс. Әлемнің бар байлығы мен мансабы ата-ана мейіріміне тең келе алмайды. Өмірде шынайы бақыт ата-ананың алақанындағы мейірімінен басталады. Олардың жанарына қуаныш сыйлау нағыз ұлылық. Ата-ананың жүрегі шексіз мейірім мен сарқылмас сабырдың мекені. Сол жүректің әр соғысында сенің амандығыңа арналған шынайы дұға бар. Сол үшін оларды бағалау, өз болашағыңды бағалау. Ата-анаңның разылығы аспаннан жауған нұр секілді. Олардың алғысын алу, дүниедегі барлық есіктердің өздігінен ашылуы, ал олардың көңілін қалдыру, өз жолыңды өзің тұмшалау. Жер бетіндегі барлық махаббат ата-ана махаббатынан туындайды. Олардың өз баласына деген махаббаты шартсыз, шекарасыз әрі мәңгі. Бұл қасиетті сезімді қадірлеу адамның ең асыл міндеті. Ата-ана өз баласына өмірдің жарығын сыйлаған ең ұлы жан. Олардың ақ батасы тағдыр жолындағы ең мықты қорған. Ал олардың разылығы өміріңнің ең үлкен бақыты. Ата-ананың мейірімі мен тілегі өмірдегі барлық қиындықтардың алдында тұратын шын қорған. Сол мейірімнің қадірін білмеген адам бақыттың да, берекенің де дәмін толық тата алмайды. Өмірдің ең асыл сыйы ата-ананың жанынан табылу мүмкіндігі. Олар саған сенім артып, үмітін үзбей, сені әрдайым жақсы көрген жалғыз адамдар. Сол махаббатқа адал бол, адамшылдықтың биігі. Жастықта ата-ананың қадірін білу нағыз парасат, ал қартайғанда оларды құрметтеу шынайы имандылықтың белгісі. Ата-анаңды риза ету ең биік белеске шығу.
өйткені адамның шынайы өрлеуі ата-ана дұғасымен басталып олардың жүрек тыныштығымен жалғасады.